Barşalarыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қамыры жұп-жұқа қытырлақ болып пісетін күріш орама тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін қарап ұнаса лайк басып, құнды пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Қоңыраушаны басып каналыма жазылып қойыңыздар. Ол үшін алдымен қамырын илеп аламыз. Лайықты мөлшерде ұнға жылы сумен қамыр илейміз. Азырақ тұз салып, жұмсақтап елеп аламыз. Жұмсақтау майда қылып қамыр елеп алған соң салақамен жауып қоя тұрамыз. Онан соң салмасын даярлаймыз. Оған бір кесе фарш алдым. Оны қуырып аламыз. Сарғайғанша қуырып себіп алып суытып қоямыз. Бір ыдысқа салып суытып қоя тұрамыз. Фарш суығанша біз қамырын жайып аламыз. Жұқалау қылып қамырды бір үлкен жайма қылып жайып алған соң мынадай формалармен кесіп шығамыз, дөңгелек формалармен. Онан соң әрбір дөңгелектің үстіне май жағып отырып, 6 дөңгелекті бірінің үстіне бірін қабаттастырып қоямыз. Арасына май жағып отырамыз. Онан соң қолымызбен басып, оқтауменен жұп-жұқа қылып жаямыз. Шамамен осындай үлкендікте қылып жайып шығамыз. Барлығын осылай істеп шығамыз. Онан соң манталарға салып, су қайнаған соң 8-10 минуттай қойып буулап аламыз. Минут өткен соң алып суытып қоя тұрамыз. Онан соң салмасын даярлаймыз. Көк пияз және де бір тал қызыл бұрыш, көк бұрышты қосып блендерден өткізіп аламыз. Немесе ұсақ қылып отырып турап шығамыз. Блендерден өткізіп алдым. Енді жаңағы фарштың үстіне алдын ала пісіріп дайындап алған күрішті қосамыз. Жаңағы көк пияз, көк қызыл бұрыштарымызды қосамыз. Барлығын қосып араластырамыз. Онан соң дәмдеуіштерін саламыз. Азырақ тұз саламыз, дәміне қарай. Қара бұрыш саламыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Немесе өздеріңіз қалаған басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Немесе осылай да дәмді болып шығады. Тұзбенен қара бұрыш қана салсаңыздар да болады. Араластырып алып бетін жауып қоя тұрамыз. Онан соң жаңағы қамырды ажыратып аламыз. Арасына май жағып жайғандықтан жабысып қалмайды, оңай ажырайды. Жұп-жұқа қағаздай болып қамыр болып шығады. Қараңыздар, ар жағынан қол көрініп тұратындай өте жұқа қамыр болып шықты.
Енді салмамызды салып орайтын боламыз. Бір шетіне қарай салып, екі ұшын қайырып әкеп орап шығамыз осылай. Жасап болған соң табаға азырақ май құйып қыздырып салып пісіретін боламыз. Жаңағы орап әкелген үш жағынан бастап пісіреміз. Астыңғы жағы қатып қызарған кезде екінші бетіне алмастырып қызартып пісіріп алсақ болды. Қамыры өте жұқа, қытырлақ болып шығады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.